Проекттеріміз бар. Соның бірі қоғамға қызмет әлеуметтік жобасы аясында сіздерге келіп, жаңағы Фариза Оңғарсынованың шығармашылығымен, өмірбаянымен біраз сіздермен сұхбаттасып, балалар араласып, сондай қызықты көңілді кеш өткізуге келіп отырмыз. Тәуелсіз ұлы байтақ елді аңсатқан тәуелсіздік мерекесі, әр шаңырақтың кірді ғой берекесі. Керемет келешекке ашып жолды қазақтың батырлары ел серкесі. Меня зовут Саня Васильевич, учится 9 класса. Менің казаган өлеңім бұл орысша тілде болмақшы. Это произведение, которое буквально подсело в мою душу, особенно в исполнении прекрасных авторов на просторах соцсетей. Это произведение Анны Ахматовой. Называется оно «Я плохая, ты хороший». Все очень гениально, банально и саркастично. Я плохая, ты хороший. Рот от гнева перекошен, не кричи, я не глухая. Ты хороший, я плохая. Ты моим терпением сломный. Я терплю, а ты назло мне. Стекла бьешь, я поднимаю. Ты хороший, я плохая. Руки вверх и сами. Ну же, я нормальный. Не только мы, но и наши предки, которые ночью, глаз не смыкая, отправлялись в тайные разведки. Теряли их семьи, а они себя во тьме окутавшей свободу народа. Хотели они мира в душе глубине, мира, в котором выбор и свобода. Оглянитесь вокруг, степ, небо и луга, и все это в независимой сказке, над горами, в которой слышно орла, поющего гимн долин казахских. Не этот ли мир, в котором мы живем, о котором все так мечтали, всех стран, свободная наша Родина Казахстан. Біздің сый-сияпатымыз бар. Өлеңдер жинағы қалай аталған және қай баспанада Фаризаның өлеңдер топтамалары жарық көрді. Ендеше мен мәтінді оқып, содан кейін викторинаны бастаймыз. Қазақтың халық ақыны, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республика парламенті мәжілісінің 1 және 2 шақырылымының депутаты, қоғам қайраткері, осының бәрі Фариза Оңғарсынова туралы. Фариза Оңғар облысындағы Новобогат ауданына қарасты Манаш ауылында дүниеге келген. Фариза 10 баланың кенжесі. Оның анасы Халима Иманғалиева, арабша хат таныған кісі. Ол халық ертегілерін, ескі қазақ әндерін жақсы көрді. Балаларын да оқу білімге баулып, сауатты балаларына үлкен үлес қосқан да анасы. Пенгерліктің, сыршыл сұлулықтың, ұлылықтың символы. Фариза біреуде болса бірегей деген ұғымды білдіреді. Оның отты жырлары ұлттың қуанышы да, жұбанышы да болған. Фаризаның отбасында қанша бала болды? Жүрегімді өртеді жан ыстығым. Мынау байтақ дүниеде тек екеуміз жүргендейміз, айналып қарыштым. Көзімді ашсам, шырын сәт көзден ұшып, кететіндей жанарды таш жұмдым. Сен аймалап алқындың, одан сайын есімді шығардың да, мен балқыдым, көміліп қылаң нұрға.
жақсы сөздің барлығын саған айттым. Ішімнен де әлде үн шығардым ба? Сен жанымда жүрдің де жанарымды толтырдың жылылыққа. Жан жылуын балар ем ұлылыққа. Тәттілігін сезіндім бұл өмірдің. Әр күніне тоймадым құнығақта. Қайырымды да болып кеттім, қатыгез жан. Көрлігі бойына сіңген қазақтың ерекше батыр ақын қызы. Сол апаларының сиясынан шыққан, қаламнан шыққан әдемі үміт деген өлеңі бар. Соны оқып берейін. Түн жайлап күдікпен ем, күдік деген шығармас құдық терең. Жет алмай келем мен соған әлі, оны ұстайтын ешкімнің жоқ амалы. Көлбеңдейді жарқ етіп бір салдан, бірде көзден ғайып боп жоғалады қаршығадай сыпырған томағаны. Табиғаттың ғажабай, бәр өлшенген, өлшеулермен шектеліп жанар сөнген. Соның бәрін білсе де, өлілгенше бір сәулеге жетсем деп адам сенген. Арпалысып іштегі тажал шермен. Ішті әркім сол сәулені қуалап, құлап, тұрып, ұмтылады туар деп бір ұстар күн. Соның ұстатпауда дұрыс бәлкім. Үміт. Балалар үйіне, қыздар үйіне барып, әртүрлі активити, неше түрлі ойындар өткізіп тұрамыз. Енді сіздердің балаларыңыздың ерекшелігімізді білмедік. Келесі келген кезде ескереміз, не ұйымдастыруға болатынын ойланамыз. Болмаса сіздер жаңағы өздеріңіз айтқандай бізге келіңіздер, сіздерді құшақ жая қарсы аламыз. Осы шығармашылық пен ғылымды үндестіріп, қандай жетістікке жеттікке, балалар бір-бірінің марқайып, мәртебесін көрсететін әдемі кеш болсын деп тілеймін. Бұл тек қана таныстық кеші болсын, және таныстық кеші әдемі өтті деп ойлаймын. Тәттісімен, жылы сөздерімен, бізге ниеттермен. Екі жаққа да рахмет, келесі кездескенше.